Тұлпарды тезегінен танитын Қанай сыншы. Күндердің бірінде қазақтың атақты атбегі әрі сыншысы Толыбай қайтыс болып, оның енді ғана 10 жасқа толған Қанай деген ұлы бір байға малай болып, жылқы бағып жүргенде елдеріне жау шауып, Қаршадай Қанайды жау қалың жылқымен бірге байлап алып кетеді. Сөйтіп, сыншының баласы жау қолына түседі. Қараған деген хан оған қозы бақтырып қояды. Қаршадай Қанайдың ел жұрты мен туған жеріне деген сағынышына ауыр азап пен ащы таяқ қосылып, оның көз жасын көл қылады. Қайғы қасіретпен бір жыл өте шығады. Бір күні таңертең Қанай қозысын өріске айдап бара жатып, жылқының бір қубасын тауып алады. Байқап қараса, ол тұлпардың басы екен. Қанай тұлпардың басын таныған замандақ сыншы әкесі есіне түсіп, басты құшақтай алып, «Зарлаттың жастай тәңірім, осылай ме дәмірің? Қубасын көріп тұлпардың езілді өкпе бауырым. Сені тұлпар басы деп кім айтады, дүние-ай? Мені сыншы ұлы деп кім таниды, дүние-ай?» деп зарлай жөнеледі. Дәл сол кезде бір топ нөкерімен аңға кетіп бара жатқан хан атының басын тартып, «Ей, бала, қубасты құшақтап неғып жылап отырсың? Айтшы, құшақтап отырғаның ненің басы?» дейді. Бала көзінің жасын жеңімен сүртіп, «Бұл тұлпардың басы. Осы басты көріп, әкем есіме түсіп жылап отырым» дейді. Хан таңданып, «Тұлпардың басы екенін қайдан білдің?» дейді. Қанай, «Әкем жылқының сырын 5 саусағындай қанық білетін сыншы, тұлпардың сүйегінен танитын жылқы маман еді. Мен сол кісінің ұлы болсам, тұлпардың басын қалайша танымайым?» дейді. Хан ентелеп, «Олай болғанда тірі жылқылардың қасиетін де білетін болдың ғой. Маған тұлпар таңдап бере аласың ба?» Қанай басын изеп, «Жақсы, білем, тұлпар болса бір қарап таним» дейді. Хан біраз ойланып тұрып, «Әкең кім еді?» дейді. Қанай, «Әкем қазақтың атақты ат сыншысы Толыбай деген кісі еді» деп жауап береді. Хан қуанып кетеді. Аңға бару райынан қайтып нөкерлеріне, «Мына баланы жақсылап киіндіріп, астына бір жақсы ат беріп, осында алып келіңдер. Өзіме қарасты жылқыларды түгел аралатып, тұлпар таңдатам» деп бұйырады. Нөкерлері баланы ауылға барып киіндіріп, астына ат беріп, ханның қасына алып келеді. Хан Қанайды ертіп алып бірнеше күн жылқы аралайды. Бір жерге барғанда неше мың жылқының ішінен бір қара атты ұстатып алады да, оның көзіне қарап, алқымын ұстап, ауыз, мойын, қолтық, тізе, бақай, тұяқ табанына дейін мұқият көріп шығады. Кейбір мүшелерін өлшеп, екінші бір мүшесімен салыстырады. Тағы бір жерге барғанда, бір топ жылқының ішінде жалғыз өзі асыр салып жүрген бір сартайды ұстатып алып, жіліншігін қарыстап, мойнын өлшеп, олай-бұлай бұрып тексереді. Қасында жүрген нөкерлер қалай екен десе, жүйріктің мойны былқылдақ болады, сегенде керіліп тұрып сиеді, тышқанда үздік-создық тышпай, тезегін бір жолда бірақ тастайды. Қазірше мен көрген жылқылар ішінде осы екеуінен озатын жүйрік жылқы жоқ дейді. Қуанышы қойнына сыймаған хан, «Бұл екеуі неше жылдан бері бәйге бермей жүрген Мошанның күрең аты мен Қаленнің қара атынан озалама?» деп сұрайды. Қанай оған, «Ол аттарды мен көргем жоқ қой. Егер ол аттарды көрсем, қайсыларының озатын дәп басып айтып беререм. Бүгін сонша көп жылқы көрсемде, көзіме бір тұлпар түспеді» дейді. Хан басын изеп, «Тұлпарды бір көргенде-ақ танисың ба?» дейді. Қанай, «Жал құйрығын отап, арықтатып, қу тулақ қып тастаса да таныйым» дейді, берік сеніммен. Қанайдың сөзі ханға ой салады. Ол қалайда бір тұлпар табуға бекейді де өзіне қарасты елдерге, «Жылқы атаулыларын түгел жиып әзірлік көріп тұрсын. Жиналмаған бірде бір жылқы баласы қалмасын. Жылқысы толық жиналмағандар ауыр жазаланады» деп жарлық шығарады. Сөйтіп хан басына Қанайды ертіп алып, өзіне тәуелді елдің жылқысын түгел аралап шығады. Бірақ тұлпар табылмайды. Тұлпар табудан үміті үзілген хан еліне қайтады. Бір жерге келгенде сылдырлап ағып жатқан бір шағын өзеннің бойына түсіп, аттарын байлап, өздері ағаш саяларына демалып отырады. Бір кезде
Қанайдың алдынан иттің басындай үлкен аттың жас тезегі ағып өте беріпті. Оны көз шалып қалған Қанай орнынан атып тұрып суға етігімен қарғып түсіп, жас тезекті алып шығып: «Сүйінші, хан Алдияр, сүйінші, тұлпар табылды» дейді. Хан таңданып: «Мұнда қайдағы тұлпар?» дейді. Қанай қолындағы жылқының жас тезегін көрсетіп: «Міне, хан Алдияр, мынау осы қазір ғана тасталған тұлпардың тезегі. Осы судың жоғарғы жағында тұрған болу керек» дейді. Хан оған сенбей: «Әй, байғұс-ау, оның не ерекшелігі бар? Оның бәрі бір жылқының жас тезегі ғой». Қанай ханға таяй түсіп: «Бұл нақ тұлпардың тезегі. Тұлпардың қаса сүйегі кең, ішегі жуан болатындықтан мынадай жуан, мынадай үлкен тезекті әдеттегі жылқылар тастай алмайды» деп, қос шеңгеліндегі тезекті жерге тастағанда, тезек бөлінбей, алып құмырсқаның елеуіндей болып төңкеріліп түсіпті. «Міне, бұл нағыз тұлпардың тезегі. Тұлпарлар тезегін әдеттегі жылқылар секілді бөліп-бөліп тастамай, дәл осылай бірақ тастайды» дейді Қанай. Хан орнынан атып тұрып: «Ал тез тұрып өзенді өрлеңдер. Суда үй іздеп тұрған тұлпар болса ұстап алайық» деп, нөкерлерін ертіп суды өрлейді. Бірақ оларға жылқы кездеспейді. Бір араға барғанда, су бойында демалып жатқан арбалы саудагерге кездеседі. Қанай: «Табылды, табылды» деп ханның қасына жүгіріп барады. «Әне, хан Алдияр, анау арбада жегулі тұрған арық көкші бар тұлпар дәл сол» деп қуанып сала береді. Хан нөкерлеріне сыр бермеңдер деп қойып, өзі саудагерлермен сөйлеседі. «Мына арық көкші бар атты сатасыздар ма?» «Сатамыз, сатамыз. Бұл өзі арық болғанымен 3-4 аттың жүгін жалғыз тартатын күшті ат еді. Бүгін аяғына шеге кіріп ақсап қалды. Оның орнына бір ат берсеңіз берейік» дейді саудагерлер. «Онда мына біздің аттардың ішінен таңдаған біреуін алыңдар» деп, хан саудагерге бір ат беріп, көкшібарды ақсаңдатып алып қайтады. Хан үйіне барған соң, көкшібарды Қанайдың баптауына береді. Қанай жылқыдан 4 арық ат алдырып, көкшібармен бірге бағады. Әкесінен көргені бойынша 5 атты күндіз түні мәпелеп бағып, әбден семіртеді. Бір күні Қанай ханға барып: «Хан Алдияр, көкшібармен бірге баққан 4 аттың бірін сойғызыңыз, жілік майын көрейін» дейді. Хан нөкерлеріне бір атты алдырып сойғызады. Қанай оның жілігін шағып көрсе, жілік май қаралы екен. Оны көрген Қанай: «Хан Алдияр, көкшібарыңыздың жілік майы да дәл осындай қаралы екен. Бұл тұлпарыңыздың әлі толмағандығының белгісі» дейді де, көкшібар тұлпарды баптап баға береді. Көкшібар тұлпар күн сайын құлпырып, көркіне көз тоймайтын болады. Арада 6 ай өткенде, екінші атты сойғызып, жілік майын көрсе, майы және де қаралы екен. 9 ай болғанда, 3-ші атты сойғызып көрсе, жілік майы және де толық ағармапты. Дәл 12 ай өткенде, 4-ші атты сойғызып, жілік майын көрсе, кемігіне дейін ағарған екен. Сонымен Қанай көкшібар тұлпарды ұстап жаратуға кіріседі. Алдымен 3 күн арқандап қояды. Онан соң әр күні кеште олай-бұлай жетелеп бусандырып, түнімен таң асырып қояды да, таңертең күн қызғанша жайылтып, онан соң азырақ терлетіп таң асырады. Осылайша күндіз азырақ жайылтып, кеште терлетіп, түнде байлаумен 15 күнді өткізеді. 15 күннен соң мініп терлетіп, суытып жүріп тағы 15 күнді өткізеді. Онан тағы да 2 ай жылқышылармен бірге жылқы бағып өткізеді. Көкшібар, тұлпар әбден жарайды. Күндердің бірінде көрші елдің ханы ат шаптырып, ұлы дүбір той өткізеді екен. Бәйгеге 500 жылқы тігіпті деген хабар келеді. Қараған хан 100 жолдасын ертіп, көкшібар тұлпарын жетелеп сол тойға барыпты. Тойда 5000 ат қосылған, ат шабыс басталыпты. Ат шабыс аралығы 200 шақырым болғандықтан, ат айдаушылар аттарды бір күн бұрын айдап кетіпті. Қанай көкшібар тұлпарға өзі мініпті. 2 дағар, 1 арқан, тағы бір бұрау алыпты. Кетерінде ханға: «Хан Алдияр, жігіттеріңіз сақ тұрсын. Көкшібар сөзсіз алдымен келеді. Жігіттеріңіз ұстап тоқтатпаса, мұны тоқтатуға менің шамам келмейді. Ең абзалы, ең мықты діңгек орнатып, 7 қабат керме керіп қойсын» деп кетіпті. Ат айдаушылар шабандоздарды межелі жерге апарып қондырып, ертесі ерте тұрғызып, жарыстырып қоя беріпті. Сыншының баласы Қанай астына 2 дағар құмды теңдеп, шапқанда қопаңдамау үшін арқанмен тартып байлап, бұрау салып алады да,
жел жаққа шығып алып, Көкшұбар тұлпарын қоя береді. Бір кезде тұлпары қызып терлей бастайды. Қызған сайын адымы ашылып, қатарындағы аттардан бір-бірлеп оза бастайды. Қанай астындағы дағдардың үстің жағын тесіп қояды. Тұлпар шапқан сайын құм бұрқылдап төгіліп тұлпардың қарқыны үдей түседі. Бір кезде тұяғы әбден қызып құстай ұшады. Қанай арқанды қиып жібереді. Құм салғандағар түсіп қалады. Көкшұбар тұлпар жебедей ысқырып, ат біткеннің бәрін басып озып, бәйгеден жалғыз өзі келеді. Ханның нөкерлері Көкшұбар тұлпарды керген арқанға тартып жүріп әрең тоқтатады. Сөйтіп, хан 500 жылғы бәйге алып асып-тасып қайтады. Ауылға келген соң сыншының баласы Көкшұбар тұлпарды қандырып суармай, жартып жайылтпай байлап тастайды. Тұлпарға жаны ашыған хан сыншының баласынан: «Әй, Қанай, мына тұлпарды неге суға қандырып шөпке тойдырмай байлап тастадың?» Қанай күліп: «Тұлпарыңызды суға қандырмаған себебім, қатты қиналған ат бір жолда суды қанып ішетін болса, денесі босап, ажары қайтады да қайта оңалмай жүніп тастайды. Тойғызбаған себебім, қиналған аттың шегі босап, балбырап тұратындықтан ас қорыту қабілеті төмен болады. Егер осындай күйде тойындырып жіберсек, ат дертке шалдығып, екінші бәйгеге қосуға жарамай қалады. Сондықтан мұны 3 күннен соң суға қандырып, бидайды сүтке бөрттіріп, аз-аздан тойдырам» дейді. Бала ел жұртын сағынады. Бір күні Көктөбеге шығып, кеңес құрып отырған ханның қасына Көкшұбар тұлпарды мініп келіп: «500 жылқың тұраны, тұлпар мінген тұрар ма? Енді мені сұрама, Құдай төбеңнен ұрар ма? Тұлпар тегін табады, ер жігіт елін табады. Қош, сау тұр, елім мен жерімді сағындым, еліме кеттім» деп тұлпардың басын бұрып, елін бетке алып шаба жөнеледі. Хан нөкерлерін атқа қондырып қудырады, бірақ барлығы жете алмай жан қауып қала береді. Сол күні сыншының баласының әпкесі түс көріп, елін жиып былай дейді: «Түсімдегі хабарға қарағанда, інім тұлпарға мініп қашып келе жатқан сияқты. 7 қабат керме арқан тартыңдар. Болмаса інім де тұлпарда мерт болады» деп 7 қабат артқан кергізеді. Әпкесінің түс айтқандай дәл келіп, түс мезгілінде Көкшұбар тұлпар даланы дүбірлетіп, артына будақ-будақ шаң тастап ауылға таяпты. Ауыл адамдары қаумалап, тұлпарды кермеге қарай бейімбепті. Тұлпар 7 қабат арқанның 6 қабатын үзіп, 7-ші арқанға барғанда әрең тоқтапты. Сөйтіп сыншының баласы сыншылық өнерімен, ақыл парасатының арқасында аман есен ел жұрт туған туысқандарымен қауышыпты. Айып Нүсіпоқасұлы, Темірбай Смағұлұлы қазақтың дәстүрлі ат үсті ойындары кітабынан. Оқыған Айдана Өміржан.